Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге Ұлы Моғолдар империясы жайлы айтамын. Сонымен кеттік. Ұлы Моғолдар империясы Моғол императоры Жаһангирдің екі баласының қабылдауында 1605-1606 жылдардың шамасында Мәжида Дили Жаһан шах салдырған. 1656 жылы Моғол әулеті Ұлы Моғолдар әулеті 16-19 ғасырдың Үндістанды билеген әулет. Негізін салушы Захири ад-Дини Мұхаммед Бабыр Темір әулетінен шыққан. Әкесі Омар шейх 1456-1495 жылдарда өмір сүрген. Әмір Темірге тұжырат анасы Құтлұқ Нигар ханым, Жүніс ханның үлкен қызы Бабыр Ферғананың әмірі болады. 1504 жылы Мұхаммед Шайбани бастаған Дешті Қыпшақ тайпалары Бабырдың Ферғананы тартып алады. Ол өзіне берілген жауынгерлермен оңтүстікке жылжып Кабулды иеленеді. 1512 жылы Бабыр әскерлері Самарқанды басып алады. Бірақ келесі жылы жеңіліп кейін қайтты. Содан кейін Бабыр түркі тайпалары мен ауғандықтарды бастап Үндістан жерін жаулауға кірісті. 1518, 19, 524, 25 жылдары ол кезде Үндістанның бытыраңқы ел болатын. Оның солтүстік аймақтары мұсылмандар билеген бірнеше мемлекеттерден өмір сүрді. Өзара қырқысты билеушілер Бабырға сүйенбек болып, оны көмекке шақырды. Бабыр қолы 1526 жылы Панапет жазығында Ибраким екіні, 1527 жылы Ресбургта жеңіп, Фиджаба, Лаккара, Дели, Агра жерлерін ие болды. Сөйтіп Бабыр және оның ұрпақтары Афганистанның тең жартысын, Үндістанның солтүстігін, орталық аумақтарын біріктіріп ірі империя құрды. Оның Моғолстан шығысында Үндістанды және Еуропадағы Ұлы Моғолдар деген атпен атаған. Моғол әулеті билеген кезде Үндістан әлемге әйгілі болды. Оның белгілі сұлтандары Бабыр 1526 және 1530 жылдарда, Құмайын 1530-1556, Акбар 1556-1405 жыл, Жаһангир 1605-1727, Жаһаншах 1627-1658, Абуравизак 1658-1707 жылдар, Бахадыр шах 1707-1712, Жаһандыр шах 1712-1713, Ферғуни Сини Сайара 1713-1719, Насыр-ад-Дини Мұхаммед 1719-1448 жылдары, Ахмет Шах Бахадыр 1748-1754, Азиз-ад-Дина Алира 2 1756-1759 жыл, Жәләләд-Дин Әл-Жауһар шах Алам 1759-1860 жыл, Акбар 2 1806-1837, Сираджи ад-Дина Бахадүр 2 1837-1858 жыл. 18 ғасырдың ортасында Ұлы Моғолдар империясы дырай бастады. Ақырғы сұлтан Бахадүр 2 Үндістан халқының ағылшындардың үстемдігіне бағытталған көтерілісті басқарды. Көтеріліс бастаған соң оның ұлдары ағылшындардың қолынан қаза тапты, ал Бахадүр 2 Бирмаханға айдалып, сонда қайтыс болды. Ұлы Моғолдар империясы Үндістан аумағында өмір сүрген ірі мемлекет. 1526-1858 жылдарда Дели сұлтандығы ыдырағаннан кейін құрылған. Негізін Темір әулетінен шыққан Захар-ад-Дина Мұхаммед Бабир қалады. Бабыр мен оның ұрпақтары Моғолстаннан шыққандықтан үнділіктер оларды Мухал деген атағымен, еуропалықтарда Ұлы Моғолдар деген атпен белгілі болды. Барынша ұлғайғаннан кезінде ауым оңтүстік үндегі шағын князьдіктер мен патшалықтардың басқа Үндістан түбегін түгелге дерлік қамтыды. Астанасы бастапқыда Агра, сонан кейін Дели қалалары болды. Сұлтандық билік мұрагерлік жолмен жүргізіле асырылып, сұлтан шахтар шексіз билікке қол жеткізді. Олар бағытталған аумақта өзара қойылған билеушілер арқылы басқарды. Аймақ бөлуі Ұлы Моғолдар империясының құрамына кірген жерлер Субра, Просопия бөлінді. Субтардың билеушілері сұлтанның вассалдары болып есептелді. Бабыр ұрпақтары ислам дінінің үстемдігін қалыптастыруға күш салып, басқаруды орталықтандыру және үнді режалдары мен көпестерін өз жағына тарту жолымен мемлекетті күшейтуге тырысты. Бағындырған князьдіктер мен патшалықтар сұлтан қазынасына көптеген алым салықтар, жан басына салығы, жиһазия, жерден түскен өнімін заттай салық, қолөнершілерден сауда түскен пайдаға салынатын ақшалай салықтар ғана мен төлемді тағы басқа төлеп отырған. 16-17 ғасырларда Ғұмайын Үндістанның қайта гүлденуін қолайлы жағдай туғызды. Сауда өркениеттеп, қалалар гүлденді. Архитектура үнді архитектурасына Орта Азияның егін мұсылман сәулет
өнері үлкен әсер етті. тәжім мақал сияқты ғажайып сәулет ескерткіші салынды. дегенмен 17 ғасырда Үндістанда Еуропа сауда капитализмінің енді бастауы Португалия, француз, ағылшын мен голландықтардың Ост-Индия компанияларында құрылды. Ішкі және сыртқы сауданың өсуіне әсер етті. Сондай-ақ жат жерліктерді Үндістанның жағынан отарлай бастауына жол ашты. Жергілікті халықтың жағдайы нашарлап, өсімқорлықтар күшейді. Өсімқорлар шаруаларға жоғары пайызға қарыз беріп, жергілікті халықтың наразылығын күшейтті. Жеке аймақтарда ұлы моғолдар үстемдігі мен жергілікті шонжарларға қарсы халық көтерілістері басталды. Тарих 17-18 ғасырларға мұндай көтерілістің ең іргелі Сикак сектасы жетекшілері үлес атқарған. Пенджабтағы қала кедейлері мен шаруалардың көтерілісі Аграның оң батысындағы қолөнершілердің ең кедей топтары мен кесеп-жапшылар қатарына өкілдердің бірқатар джаттар мен Сетнами сектасының көтерілістері, сондай-ақ Шибизати басшылығымен болған монархилер көтерілісі 17 ғасырдың екінші жартысына дейін болды. Монархилер өз мемлекетін құрып, Шиважиді мемлекет басшылығы етіп тағайындайды. Бірақ Шиважи қайтыс болғаннан кейін Аурзоба, Шаммай, Мортухилерді мемлекеттік күреде соққы берді. Биджапура, Голланда мемлекеттерін басып алып, іс жүзінде бүкіл Үндістанның билеушісіне айналды. Алайда көтеріліске шыққан халықтар мен бүкіл жасаушы вассалдарға қарсы жүргізіліп үздіксіз соғыстар му әлсірете бастады. 1739 жылы Иранның Насреддин Шах Афшар бас көктеп кірді. Дели алды. Оны қаланы тонап, сұлтан қазынасын сақтауда тұрған орасан мол байлықты өзімен бірге алып кетті. 1747 жылы Афганистан билеушісі Ахмед Шахи Дурина Мухаммеди қарсы жорық жасап, Пенджабты тартып алды. 1720-1740 жылдар аралығында ұлы моғолдар Рохлистандағы Белгания мен Диканиядағы биліктерге айырылды. Моғол державасының әлсіреуінен Морхати билеушілері пайдаланып кетті. Олар моғолдар билігінен аудандырған алым-салық төлеп отыруға рұқсат беретін жарлыққа ие болды. Баладжахия Баджия Райо 1740-1765 жылдарға дейін Пешева тұсында мортухилер Делияны басып алып Пенджабқа шабуыл жасады. Пенджабты алу монархилердің Ахмед Шахи Дуриянхамен қақтығысқа түсті. Афганистанмен соғыс монархилер талқандалып, бірнеше дербес князьдіктер бөлініп кетті. Тағы үшін үздіксіз соғыстар ағылшын және француз Ост-Индия компанияларына Үндістанның жаулап алуға қойылы жағдай туғызды. Әл-Джауһари Аламның 1759-1806 жылдар кезінде ағылшындарды Делиді басып алғаннан кейін Ост-Индия компаниясы тәуелді болып қалды. Моғол императорлығы Жаһангир екі баласын қабылдауында 1506-1507 жылдарда болған.